Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Бекзат Мұстафин болады. Алдыңғы сабақта бізде Каспий туралы үйреттік қой біз. Каспийде қалай настройканы қалай істеу керек. Настройканы істедік. Енді келесіде осылай Google-ға кіресіздер. Google-да Каспий кабинет деп жазамыз. Ары қарай кабинет продаться деп кіресіздер. Мына жақта телефон номер, мына жақта Gmail. Біз почтамен кіреміз, сол себепті почтаны басамыз. Логин, пароль. Ары қарай заказ келсе міне новый дейді, осылай тұрады заказдар. Мына жақта міне сағат болады. Егер бір сағаттан осының ішінде қабылдамасаңыз, заказыңыз өзімен өзі отмен болып кетеді. Бұл біріншіден сізге көп отмен болса, магазинді жауып тастауға да қаупі бар. Екіншіден рейтингіңіз түседі. Сол үшін андай заказдарды уақытылы қабылдап отыру керек. Мына 2 сағат қалса, мына уже 18 сағат бар. Осыны 18 сағаттың ішінде қабылдау керек. Бұл кешке қарай негізінде көбінесе 3 сағат береді. 3 сағаттың ішінде қабылдау үлгеру керек заказды. Ары қарай кетсек, самовызов, доставка, Каспий доставка бар. Каспий доставканың ішіне комплектация, мына заказдар осыған келіп түседі. Ана жақта қабылдағаннан кейін оны мына жақта қабылдап, бүйтіп басып, мына жақта птичканы басасыз. Скомплектовать етсеңіз, ожидание курьермен мына жаққа түседі. Былай мені қараңыз. Бүйтеміз де скомплектовать дейміз. Окей, бастық. Өстіп мына жаққа түседі. Осыдан кейін бір 15 минуттан кейін мына жақта накладной шығады. Накладная еще не оформление. Осыны шығады. Осыны шыққаннан кейін затыңызды орап ары қарай жібересіз. Ары қарай кеттік. Осыны өткізгеннен кейін переданы курьерге кетеді міне мына жаққа. Бізде мына заказдар тұр. Ал егер возврат бір нәрсе болса, ол мына жақта тұрады возвраттар. Возвратты сосын код жіберу үшін ол мына жақта келеді. Осылай міне. Ары қарай товар салатын болсақ, міне сіздер новыйдан товар добавить етсеңіз болады, оны келе алдағы видеоларда көрсететін боламыз. Қазір сізде бар товар, бірақ нені салуын білмейсіз. Енді Еланға, барахолкаға барасыз, или өзіңіздің қалаңызға барасыз. Барахолкалерде кіресіз. Сосын Каспий магазинге кіреміз. Сосын сол жақтан іздейсіз, қандай товар керек мысалы сізге. Аудио, видео, техника, аутическая система дейді. Так. Міне бізде. Так. Мысалы мен көбінесе автотовары сатамыз. Бізде автотовар жақсы өтеді. Өзім автотовармен опытым сатқасын, автотовар ғана көп сатамыз біз. И колонкалар сатамыз. Міне мысалы мына органайзер сіз көрдіңіз де бір жерден арзанға. Міне мынандай машинаның артына сетка дейді, бір заттар саласыз. Осындай мысалы бір жерден көрдіңіз сіз арзан бағаға. Өзінің құны 1000 теңге деңіз, 1000 теңгеге аласыз. Значит, пайда есептедіңіз. Пайда қалса өзіңізге саласыз осы товарды. Мына жақтан скопировать етіп алды мынаны. Қараңыз міне бүйтіп. Мына скопировать етіп алдым. Енді екінші өзіңіздің жаңағы страницаңызға келдіңіз, өзіңіздің парақшаңызға добавить товар. Мына жақта поиск по товарами. Көрдіңіз бе? Осыған оң жағын басасыз. Осы жақта шығады міне. Ары қарай. Міне шықты. Жаңағы товар. Ары қарай выбрать деп басамыз. Міне жаңағы заттар шықты. Артикул мынау қандай товар екен. Далее. Бағасын өзіңіз қоясыз. Может қымбаттатып қоясыз, арзан қоясыз. Егер мына бағадан арзан болса, сіздікі өту пайызы 90%. Мына жерге қойсаңыз да негізі 3-ші, 4-ші тұрсаңыз да өтеді. Бірақ ол кезде өту пайызы аз өте. Сол үшін мына 2343 деп тұр, біз аламыз да 2342. Бұлай қойсақ, бізде өту пайызы 90%, 100% болады. Осы кезде жақсы өтеді, тез өтіп кетеді. Точно бұл тез тексерілген еді. Осылай товар саламыз, достар. Келесі видеода тағы да видео саламыз. Бізді қолдап қарап отырыңыздар, лайк басып,
түсінбеген сұрақтарыңыз болса, тағы да қандай видео түсір десеңіздер, YouTube каналдың астына сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Келесі видеода көріскенше, ассаламағалейкум рахматуллахи баракатух.